Бүгін тағы да қызық басталады. Батылда Бека Бұйрабас пен Шәріп кімнің әзілдері күшті екенін соңына дейін көріп, пікірге жазып кет. Құрсын не жердің бәрі шаң-шаң болып кеткен. Мынау қызды телефон ұстап жүр. Қасқа мынау кім жігіт? Мына қара фотосын қойып қойыпты мына албас. Қайт, берге. Ау мама не болып қалды? Кім мына фотода, ға? Сен қашықсың, бесіктен белің шықпайды. Мынау дейтін үші түрі үлкен ба бірдеңе ұқсайды ғой мынаны. Кім мынау, а? Танысым ғой. Белің бесіктен шықпайды, сен қашықтығы не жігіт, а? Кутыгей болмайсың ба сен қашық? Не мынау? Мама кешіріңізші, пожалуйста, досым ғой. Мама бізде просто мектепте сулифатан ұтылып қалдым. Задание ғой, мама. Білмей, задание батанияң сен қашықтың. Мектебіңе барып ұшу шығарайын ба сенің? Мынау жас жігіт емес, мынау жасы 40-қа келген еркек қой мынау. Мама кешіріңізші, пожалуйста, мама, пожалуйста. Аш мына телефоныңды оқиын, не жазсасың мынаумен. Мынаны қара, екі бала туып беремін дейді. Сен қашықтығы не? Сен қашықтығы не тәлпіштігі? Мама, ол прикол, мама, ол приколға айттым, мам. Вот қазір әкеге айтам. Берге сен қашық, сен ұсталдың ба шешеңді сан? Электрик Нұрғиса деген қайсың? Берге шешеңді сан қатын. Мама, қасқа не болды ба? Бәрімізді көтімізді аштық бір-бірімізді. Сен алдында көйлегің жағасы помада ғой, Берге сен еп. Дай сақтасын, андай семьядан бар ғой. Жынды мыналы. Қардасың болмаса алдың алып отырасың? Жоқ, осы жерде болады. Осы яқ салып отпа. Балаң ғой деп отқаным ғой деп. Біраз мамалар алдын алып отырады, негізі мен көрген байған. Айтпашы, саламаймыз айтпашы. Қайшы? Балам бар ғой мен. Бармайсың. Қарындасым, не жылап отырсың сен? Тесттен шыққан ма жаңа? Ұбыты ма? Ештеңе алмайды, өмірің алдыда қалай болды? Екі сызық болды ғой? Сондай тест пе еді? Олай күйеуің бар ма? Бар ма? Ойбай, қуаныш қой енді, ол қуаныш қой. Сол қуаныштың кесірі болып тұр ғой сол? Жоқ, қуаныштың көз жасы емес. Күйеуің аты кім? Абзал. Бірге ұсталдың. Кәдім мен қуаныш ем? Міне. Көге бір музыка тыңдайық та? Болдыным, без проблем. Міне. Оны спиртпен сүртпедің бе? Кеше ішкем. Қазір зыңдай қып. Музыка жоқ, магнитофон істемейді, не аласың ол? Көке әйтеуір бала шағың қамы деп күндізсін таксовать етіп. Ондай емес, жағдай жақсы шүкір. Мен Бек Групп дейтін Қазақстандағы номера дейін таксопаркқа тіркеліп алғам ғой. Апта сайын 100 заказ істейсің, алтын сандық дейтін конкурсқа қатысасың. 2 адамға шетелге путевка береді. Тош. iPhone 17 береді. Не ол? 500 мың береді. Тош. Одан бөлек бар ғой. Адам өлтіре ме не істейді? Қырғын сыйлықтар ақшалай бере береді ғой. Тіркеліп алсайсың. Кайф ана таксопарк. Көресің ғой өзің, кайфовать етесің. Баба, бассейнге барайықшы. Шешең түсі. Адам шошты ғой, көттік тесігінен қарап тұрғадан құсап. Не бассейн? Баба, кәдімгі бассейнге барайықшы. Бармаймыз, бассейнге. Ақы жоқ оған, білесің ба? Суға батып кетесің еще. Су салқын, әлі жаз емес далада. Баба, жаз емес дегенде жаз бітеді ғой, папа. Пожалуйста, бір бар түсейікші бассейнге. Құрып кетші аяққа барайық. Шешең түсі. Папа, хотя бы бассейн сатып алып берші, папа. Бассейн сатып алғанды сен? Адам бассейн сатып ала ма, шешең түсі. Не бассейн алып бермейсің, не бассейнге апармайсың. Тот, менде идея бар. Ана далада көк пушка бар ғой. Соның бетін кес, ішіне су толтыр, болды соған түс. Біздің кезімізде сол бассейн болған. Папа, міне қараш міне, қаладағы бассейн қараш міне. Не эфир болып жатыр ма, не прямой ма? Стренге киіп алған ба? Не киіп алған ба, папа? Стройка болып жатыр ма деймін ар жағында. Қыздар көп екен, мында. Қыздар? Анау адамдар көп екен деймін. Мынау жылы бассейн, жақсы бассейн болып тұр ғой. Онда мынаған баратын сияқтымыз балам. Құрсын, онда мен де киінейін. Оттамай өтші сен қатыне. Бала үшін баратқан жоқ па? Ерігіп отырмын ба? Қалған бәрін ақша төлей алмаймын мен. Жүр балам, тез. Кетіп қалады қана қатындар. Босай тезірек, әлі жүрсің ғой, абылжып. Бақыра бермеші, жай сөйлеші. Туалетке кіріп алайық қазір. Өлі, қандай туалет сағат 1-ге жазып қойдым ғана шаштарыңызға. Тезірек баршы, сояқтағы кіресің. Асықтырасың ғой. Бол тезірек. Боп, де. Жындық екен ғой. Қалай енім, амансыздар? Ассалаумағалейкум, кіріңіз. Туалетке кіріп жасайын? Болды кіре беріңіз. Рахмет. Інім, Абдулат, қазір қоятыр. Тірлігім бітір олай, інім. Інім. Опа. Тыныштық па, не болып қалды? Кешір, інім. Кешір, інім. Үйдеген ғой. Шеш. Пазорай. Мынау жуып алайын барып. Не болып қалды? Қара бет болды, інім. Кешір.
Қатын үйде тамақ бар ма? Тамақ жейміз бе? Қарны ашты ғой. Не болып қылсын соншама тамақ деп? Кешегі жеген тамақ бар, соны жылтып жейміз қазір. Кешегі тамақ сізсе, ашып кеткен шығар, ол бір апта болды ғой жеп отқанымыз ғой. Кеше деп. Ашыған жоқ, холодильникте тұрған жоқ па? Не деп ашайды? Ашымайды, қазір шақырам өзім жылтып. Мама, тамақ бар ма? Кетші, жағаласпай, сен де әкел жұмыртқа сұқсамай. Мама, болды, түсіндім онда. Ашымаған түгі де жоқ. Ашайын депті ғой кішкене. Өлмейді құрсын. Ашымаған тамақ ішпеген адам құсамасын, арақ ішіп жүрген жоқ па? Болды ма? Қатын тамақ ішеміз бе, ішпейміз бе? Болды, отырыңдар, кел міне тамақты жылыттым. Салып бердім. Аяқта папа ұйықтап жатыр. Тоқылдап қашып кетеміз. Давай. Қумасаңдар ше. Папа демалсын да. Сен көрсе бірінші. Басайсың. Енді көрейін ба? Давай. Кімді іздедің? Не ғой? Wi-Fi қосайын деген ғой. Wi-Fi несі? Кеше ғана тарифке деп ақша сұраған жоқсыңдар ма сендер? Geekstreet деп қақсап жүрмін ғой қашаннан бері. 3,5 теңге төлейсің, без лимит бүкіл абонементке бар ғой. Күшті ғой, я. Сол тариф қостырып аласыз, Geekstreetке жазып. Болды онда мен кете берейін. Кете бергенде сен кетуіңе өзің көмектесең қазір. Қой, жүрші. Қойды ашып келейін. Қаяққа шығып берейін деген ес, қайқа баратсың түнде? Просто шығып келем, не болды? Неменеге просто шығып отырсың түнгі 12-де? Темекі шегіп жүрсің ба сен, жан? Қумашы сүйіп кетіп батырмын. Ну-ка смотреть, темекі шегіп отпа ма, нервіме тиіп. Қой, бір темекі шегіп ойна. Не істеп тұрсың, Қой, үстіне, просто тұрсың. Ну-ка смотреть, темекі шегіп отпаш, нервіме тиме, мен білесің ғой. Үйден қуып жіберем мен сені. Барса ең туалетіңе сисиіп. Баратым. Бля, темекі шеккізбеді оны. Сен істеп тұрсың, темекі шегіп тұрсың ба сен? Жоқ. Ишак, албасты сен шекпеймін деген жоқсың ба маған? Сен немене темекі шегіп тұрсың? Все, я с тобой расстаюсь. Шегетін еркекпен мен жүре алмайды екен. Жан, пожалуйста, тастамашы, бля, пожалуйста, бля. Тастай мен темекі, тастай. Сен қазір темекі қоя алмай отырсың. Ертең алдыңа бір қыз келіп шешініп тұрса, оны да қоя алмайсың. Керек емес маған. Сила воли деген болу керек еркек. Кетші бар болды. Жан, пожалуйста, тастамашы мені. Пожалуйста, әйтпесе мен өлем. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын, жан, пожалуйста. Сорлы тек. Менсіз өмір сүре алмаймын. Ишак, ең шегуші ма түсінің бе? Миыңдағы жіберім, кет бар үйге бар. Сен, жан, кетті. Нервіге тиіп темекі шегіп тұрған қаш бұның? Ауру. Зажигалкам қайда қал? Айданшы, көке, айданшы. Қойшы, жаңа айдап алдым. Жүрекші көке ертіріп. Не қылып тұрсық па? Военкомат. Иә. Асық па? Жайшы? Мен де ұсталып қалдым. 50-ге дейін ақ кете береді деген ғой бұлар. Менгі бірақ 40 күндік. Сен бір жыл не күліп отырсың. Қарындасым мына картаны ашпай жатыр менің интернетімше. Берші телефон, сен интернетіңнен көрейік. Так, мына отец и дочь дейді. Әкенің қамқорлығы жетпей жүр ма қарындасым? Что? Орыссың ба? Болады саған. Сәбит, 4 адам деген ғой сен маған, мынау 5-еу болып кетті ғой. 4-еу еді ғой олар. 5-шісін қазір босанып отыр ғой іште. Айт, 5-шісінің ақшасын төлесін. Аға, музыканы сәл басасың. Болды, тынақ ола іште. Дұрыс тынақ алып, асылдай. Кім екен, Балам ғой. Екеуміз ақ қой машинада. Артқы балон емес па? Мынау, не деген тапқырлық болды мынау? Әлем мен бір түсінген мына заманда ескі машинамен таксовать етудің керегі жоқ екен ғой. Бүйтеді екенсің, Ақылбай дейтін автосалонға барасың, 5 берін машина шығарып береді, жаңа машиналарға 5 жыл гарантия береді. 7-8 жылдан бері жұмыс істеп жүрген менеджерлер бар ғой, саған одобрение шығарып береді ғой. Қанша жерге бардым ғой, одобрение шығарамады ғой. Осылар шығарып берді. Корейский машинаның түр-түрі бар, трейдинг дейтін де бар екен. Ескі машинаңды алып келесің де жаңа машина алып кетесің. Өте риза болдым. Риза болғаннан кейін реклама істеп тұрмын да осы жерде. Кім жеңді біз емес, сен шешесің пікірде соғысты бастай беріңдер. Лайк басып, арнаға тіркелсең келесі батыл тіпті қызық болады.